Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ түрген барша тыңдарман. Шалқар радиосының тікелей толқынында ән шашу хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған әріптесім Бекзат Бегайдарұлы, микрофон алдында Жаслан Наурызбайұлы. Бүгінгі ән шашудың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұжымы, оның ішіндегі халық қазынасы бөлімінің әншілері, Республикалық халықаралық жыршы термешілер байқауының лауреаты Күнсұлу Түркпен және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Құмарбек Қалқатаев. Қош келдіңіздер. Күнсұлу, қош келдіңіз студиямызға. Ал енді мына Шалқар радиосының ән шашу хабары өздеріңіздей жыршылар, әншілер келгеннен кейін әлбетте бізді тыңдап отырған тыңдармандарымыз өздеріңізден әңгімеден гөрі жақсы жыр, тамаша ән салып берсе екен деп күтеді. Күнсұлу, енді сіз қазіргі таңда ел білетін, халық танитын, осы жыр додасының, жыр бәйгесінің алдында жүрген өнерпаздардың бірі сіз. Бұл өзі өнерге кей өнерпаз ерте қадам жасайды. Бұл ерте деп отырған жастайынан. Сол жас қадам жасаса да өнерді танып біліп, қандай биік жыр, биік ән болса да соны толық меңгеріп келеді. Ал кей өнерпаздар өнерге жасы келе түсініп, жасы келе осы өнерді меңгеріп, бәлкім бұл Алланың бір өнерпаздың бойына тартатын кезі шығар деп білем. Өзіңде сондай осы өнерге ерте қадам жасаған. Өзің соны жастайыңнан қолыңа домбыраны ұстап, өзіңнің алдындағы аға буын өнерпаздарменен бір сахнада өнер көрсеттің. Біз енді өзіңізді атыңыз елге кең танылғаннан кейін біз ойладық, бізбен шамалас, не болмаса тіпті біздің алдымыздағы толқынның өкіліме деп атыңызды естіген кезде ойлайтынбыз. Олай дейтінім, Күнсұлу Түркпен, жыршы, жырау Күнсұлу Түркпен деген есім осы бұрыннан естіп, халық біліп жүрді. Бұл енді мінекей өнер деген өзі әкеден, топырағынан дариды, қанында болады, ұстаздан жұғысты болады деп жатамыз ғой өнер. Сондықтан енді сіздің ұстаздарыңызда кіл мықтылар екен, кіл мықтылардың алдын көріп, солардан ән жыр үйренген екенсіз. Ал енді мен сұрағым келіп отыр, осы домбыраны қай жасыңыздан қолыңызға алдыңыз? Осы үлкен бәйгелерде, жыр бәйгелерінде сізді осы кішкентай күніңізден көретінбіз сахналардан. Рахмет, қош көрдік. Енді өзіңіз жаңа сөздің басында өте жақсы тоқталып кеттіңіз. Өнердің қай түрі болмасын, бұл кәдімгі қасиетті текті өнер. Оның ішінде жыршылық өнер, мынау атадан балаға мирас болып келе жатқан үлкен ақ өнер деп айтамыз. Ананың ақ сүтімен, атаның қанымен келетін кәдімгі жолға қойылған ұлттық өнер, текті өнер. Сол бала күнімізден, бала жасымыздан біздің құлағымызға сіңісті болып өсті. Сол 10-11 жасымнан бері осы қос ішекті серік етіп, осы уақытқа дейін міне халықтың алдында өнер көрсетіп келе жатырмыз. Енді ең бірінші менің осы өнерге қадам жасауға бағыттаған өзімнің ата-анам деп айтамын. Себебі әкеңіз жыр айтқан жыршы. Енді үлкен жыршы болмағанымен, бірақ сол осы өнер бойында бар, сондай бір қатты осы өнердің жанашыры болатын ол кісі.
сол бала күнімізде сол үйде домбыра шертіп, осындай ескі көне мақамдарды салып, жыр айтып, көроғлы дастанын айтып, сөйтіп бізді баулытып өсірді. Сол бала күнгі махаббат осы өнерге деген сол уақыттан бастау алды. Сол менің ең бірінші ұстазым, өзімнің әкем түрікпен. Одан кейін де осы өнерге бағыттаған өзімнің анам, осы өнерге түсуімізге үлкен қолдау жасаған. Сондықтан да бірінші ұстазым ретінде ата-анамды айтамын. Одан кейін сол мектеп қабырғасында оқып жүрген уақыттан бері мен бірнеше ұстаздардан тәлім алдым. Руслан Ахметов ағамыз, университет қабырғасында Шолпан Бейімбетов апайымыз, Серік Жақсылов ағаларымыз, Бидас Рүстембеков ағамыз, қазіргі таңдағы ұстазым ретінде Алмас Алматов ағамызды мен ерекше айтып өткім келеді. Ағаларымыз ғой. Тамаша. Ең үлкен байқау. Неше жасыңызда қатыстыңыз үлкен байқауға? Енді көптеген байқауларға қатыстым. Аймақтық өтті, облыстық өтіп жатады. Ең бір енді есімде қалатыны, бұл 2010 жылы, сол 16-17 жасымдағы менің конкурсым. Бірінші курста мен қатысқанмын. Республикалық, республикалық Арқалы жырау жырласын дейтін үлкен конкурс болатын Ақтөбе қаласында. Сол конкурста Алмас ағамыз бір аптаның ішінде 4 поэма, бір дастан беріп, осыны бір аптаның ішінде жаттау керек, сол конкурсқа барасың деп. Сонымен енді ол бізде ұстазға жоқ деген ешқандай жауап айтылмайды. Барынша тырысамыз. Сол талап, сол өнерге деген махаббат, сол тапсырманы өз деңгейінде орындатып шықты. Және сол бәйгеден мен ең бірінші автокөлік мінгенмін. Ой, бәрекелді. 16 жасымда. Тамаша. Енді жырға кезек берейік, Күнсұлу. Мұна сіздің бүгінгі ән шашуда шырқасам деген жырыңызға қарап отырсақ, базар жырау, Балқы базар бабамыз. Кешегі мұна Сәкен аталарымыз, Мағжан аталарымыз аса жоғары баға беріп, Бұхар жырау мен Махамбеттен кейінгі толғау алыбы деп атаған Балқы базардың жырымен бастасам деген екенсіз. Кезек берейік. Құмарын тарқат алқаның. Ұстаздан үйренген жыр ғой бұл да. Әрине. Құмарын тарқат алқаның, ықласын жұрттың қайтармай, кейінге қалсын кеңесің үлгілі қылып айтардай. Сөз асылын теріп айт, ақын болсаң балтаңдай, ызғытып айда даусыңды еңірде көшкен шайтандай. Семізін сөйле сөзіңнің мың жылқының ішінде, 10 жылқы қысыр байталдай. Сөз нөсерін тасқында тастан тасқа секірген тау жайлаған арқардай. Айтқыр деп сені кім айтар, көп алдында сөзіңді күйбектеп жатсаң айталмай. Неше ділмар шешенмен талай топта айқастым, айылым шиып тай салмай. Жасымнан халқым ардақтап қосқанда, небір думаннан жалғызда келдім жан салмай. Тұлпардың толмайт оясы сулыққа сүйеп, пардамен тізгінін орап қаңтармай. Оқтын жаздырып, ой паңдау жерден аңтармай. Бабына түсіп шын жүйрігі, тұттырмас тізгін тосуға, туралап тартып жалтармай.
қысылған жерде менің де үмітім көп, сендерден қалмас деп шылбыр тарта алмай, көптен бері көбеңсіп көре алмай халқым сендерді, қалыппын тоғым шайқалмай. Кешіріңдер кемісін ау, ал жасы болса сөзімнің ағат кеткен байқалмай. Қадірімді білсең қай кезде қажетіңе мен дайын, көгендеулі марқаңдай. Опасы жоқ дүниенің ойласаң бегілер мысалы, әуелі қызық ақыры ят шапқан шиын тарқардай. Тамаша. Ән түзелді, тыңдаушы сенде түзел дегендей, бірақ енді әт деген ай, бүгінгі қоғам, бүгінгі тыңдаушылар осы одан кейін мына жырдың насихаты деген болады. Насихатталуы кемшін түсіп жатқан шығар. Бәлкім сол себеп шығар, жан жақта қаншама сол бабалардан қалған мол мұраны алып қалып, өзінше ғана бүгінгі таңда домбырасын шертіп қойып, жыр іздеген адамға ғана жыр жырлап беріп отырған қаншама ел-елді ақсақалдар бар. Аты көп атала бермейді сол кісілердің. Ал енді мына әр өңірде өзі жыр дамыған, Арқаның жыршылық өнері, Батыс өңірінің жыршылық өнері, Жетісу өңірінің әлбетте жыршылық өнері, мына Сыр өңірінің оның ішінде кең дамыған өнер Сыр өңірінде. Бірақ енді біз жаңа мына Балқыбазар бабамыздың, кешегі мына Зарзаман ақындарының жырларын бүгінгі таңда жырлаймыз. Сол бабалардың жыры деп жырлаймыз. Не болмаса солардың жырын жырлаған жыр орындаушылардың жыры деп жырлайтын қаншама жырларымыз бар. Ән өнерінде ең бірінші әнін жазған адам аталады ғой. Бәленбайдың әні, сөзін, өлеңін мына адам жазған деп. Бірақ енді осы жыршылықта мақам деген дүние бар Күнсұлу. Біз енді көбінесе осы мақам жазған, мақам иелерін ұмытып кетіп жататын тәріздіміз. Өйткені мына көп жыршылардың атын атаймыз, тіпті сол мақамдар сол кісілердің атына да телініп, бәленбайдың жыры деп айтып жатамыз. Осы мақам жазған, мақам иелеріне аса мән бермейтін тәрізді болып көрінеміз. Өте орынды айтасыз. Енді бұл қазіргі таңда бір шешімін таппай жүрген, болмаса зерттеу аз тақырыптардың бірі, негіз көлемді тақырып. Расымен де біз енді қазір сөз ол айтылады, айтыла береді, бірақ мақамсаз оның жеткізушілерін, оның орындаушыларын, оның дәлдеп келгенде нақты авторларын біз кейінгі орындаушылар кей жағдайда білмей жатамыз. Енді мысалға Сыр өңірінде 200-ге тарта мақамсаз бар. Оның барлығы айтылмай жүргенімен, бірақ енді сол ескі көне мақамсаздарды біз барынша жаңғыртып, насихаттап келе жатырмыз. Мысалға бір ғана Көрұғылы дастанының Жиенбай жырау нұсқасындағы қазіргі біздің таңдағы орындап жүрген Сыр өңіріне тән сол Жиенбай атамыздың артында Көрұғылы дастаны негізінде 40-тан аса мақам саз бар. Сол Жиенбай атамыздың өзінің орындауында жеткен, және сол Жиенбай атамыздың ұрпақтарының орындауында жеткен. Рүстембек әкеміз бар, Көшіне әкелеріміз, Бидас ағаларымыздың орындауында орындалып келе жатқан. Міне сол 40-тан аса, сол бір дастанның негізіндегі 40-тан аса мақам қазіргі таңда осы Сыр бойындағы, Сыр өңіріндегі орындаушылардың негізгі жаңағы шығармаларының арқауы болып келе жатыр. Яғни орындап жиі насихатталып жүр. Енді бір ғана Сыр өңірінің өзінде бірнеше мектептің барын өзіңіз жақсы білесіз. Енді мақам саз тудыратын, өлең сөз тудыратын жанынан сөз тудыратын бұл жырауларға тән қасиет. Оның
қайсысында алып қарасаңыз мақам саз тудыра алатын қабілетке, қасиетке ие адамдар. Мысалға, мынау Сыр өңірінде Арал Қазалы мектебіне тән Жаппарберді атамыз өткен дүниеден. Сол Жаппарберді атамыздың артында үлкен мақамсаздар бар. Яғни сағада орындалатын ең күрделі мақамсаздарды ол кісі тудырған. Қазіргі таңда сол енді көп болмағанмен, бірақ сол Жаппарберді атамыздың атындағы мақамсаздарды қазір кейінгі орындаушылар орындап жүр. Осы сияқты Сыр өңірінде бір өзі бір мектепке татитын орындаушылар ата-бабаларымыз бар. Сол кісілердің арқасында жеткен мақамсаздарды біз барынша авторын қоса отырып, болмаса сол жеткізушілері деп айта отырып, біз жеткізіп жүрміз қазіргі таңда. Ай, бәрекелді. Ал енді қандай мақамға салайын деп жатырсыз аға? Қазіргі таңда орындап беретін шығармам Сыр бойындағы үлкен шайырлардың бірі Тұрмағамбет Естілеуов. Өзіңіз білесіз, шығыстың Фирдаусидің 30 мың жолдық шахнамасын 10 айда тәржімалаған талантты ақын, шайыр. Сол Тұрмағамбет әкемізден бір шығарма орындап берейін. Мақам сазы Рүстембек әкеміздің 3-ші толғауы деп айтылады. Тамаша, тыңдайық. Қабанға қарысым тұлмай ердегенге сор тапқа тұқым сеппе шередегенге отырып бір талдында өртенбеңдер сабырсыз саспай тұғын көр дегенге орныңды бастағы таппай қалма төменнен тұрам тұлып түр дегенге болса керек сақысы көңіл бөлме мазасын мынау майдың көр дегенге қаншама қаласың ауған менен сыр айтпас сынап бұрын көрмегенге жүрмейді жүз айтқан мен ақбалы еріп шұртынау жәрдем көмек бермегенге бағаңды білген ерге басыңды бір дүр шашпа шапшаңдатып термегенге болғанмен бірге туған бауырласың сөз айтпа ақылыңа ермегенге қайғырма қалайынша күнелтем деп қораңнан қой мен түйе өрмегенге таңдағы тамағыңа кімдер кепіл ұшырар өлі балық өлмегенге емес деп ата тегі бізден артық таласпа тала басып өрлегенге қолайлы өз халқыңа қызмет қыл белгілі бедеу сары серлегенге осы айтқан үгітімде ғибрат көп отырып ой көзімен шерлегенге барады бойым балқып көңілім шалқып сөз толғап топ ішінде терлегенге
шіркін-ай, тамаша. Мінекей құрметті тыңдарман, сіздер тікелей толқында Шалқар радиосының ән шашу хабарын тыңдап отырсыздар. Құмарбек аға, біз тағы да осы бір тамаша жырдан кейін кезекті әнге берейікші. Өйткені бізге берілген уақыт аяқталып келе жатыр. Біз енді бүгінгі таңда осы қазақ концертке 60 жыл дегенде де осы халық қазынасы дәстүрлі өнерпаздар жиналған азаматтардың өнерін біз телеарнадан да тамашалап қуанып жатамыз. Үлкен қызмет етіп жатсыздар, өнерге қызмет етіп жатсыздар, бабалардың аманатына қызмет етіп жатсыздар. Бүкіл осы өнердің ұрпаққа жетуіне, қазақ руханиятына қызмет етіп жатсыздар. Ал енді Күнсұлу осы халық қазынасында қай кезден бері қызмет атқарып жатсыз? Рахмет. Енді қазір Құмарбек ағамның сөзін жалғағым келіп отыр. Расменде жарты ғасырлық тарихы бар қасиетті қара шаңырақ өнердің ақ ордасында кезіндегі осы өнердің қай түрінде толық меңгерген, қазақ мәдениетіне зор үлес қосқан, қазақ мәдениетіне еңбек еткен өнердің өз адамдары қызмет жасады. Сол із, сол буынның міне күні бүгінге дейін жетіп, қазіргі таңда мынау мемлекет тарапынан үлкен қолдау жасалып, қазақ концерттің осы ішінен халық қазынасы дейтін арнайы бөлім ашылып, оған өзінің еншісін бөліп жасап жатқанына біз қатты қуанамыз. Бұл енді үлкен жетістік деп айтуымызға болады осы ұлттық өнер турасында. Сондықтан енді қазіргі таңда бейбіт заманымызда осындай егемендік уақытында өзіміздің әнімізді айтып, жырымызды айтып, осындай үлкен кең сахнада өнерімізді көрсетіп жүргенімізге мен өз басым өте қатты қуаныштымын. Осыдан бір жыл бұрын осы халық қазынасының ең бірінші алғашқы ашылуында кастинг жарияланды, ашылуына байланысты. Соған Қызылорда облысынан келіп арнайы қатысып, сол Ерлан ағаларымыз бар, Жанғали ағаларымыз жетекшілік жасап, сол кастингте сол кастингтен өтіп, қазіргі таңда Құдайға шүкір сол кісілермен бірге бір сахнада өнер көрсетіп келе жатырмын. Енді жаңада айтып өткенімдей, қаншама мектептің мысалға бір ғана халық қазынасының ішінде осы Қазақстан дәстүрлі өнер мектебінің барлық мектебі қамтылған. Бұл бір өте ерекшелік. Қазақстан аймағы бойынша бұндай орталық, бұндай ұлттық өнердің кәдімгі бір арнаға тоғысқан орталығы мен жоқ деп айтар едім. Сондықтан бұл алғашқы қадам, яғни қазақ концерттің негізінде жасалып жатқан. Сондықтан биылғы қасиетті өнердің қара шаңырағы болған қазақ концерт ұйымының 60 жыл мерейтойы бұл қазақ мәдениетінің мерейтойы деп қабылдаймыз. Құтты болсын айтамыз және рахмет айтамыз. Өздеріңізге де бүгін осы